Саламатсыздар ма? Мен қазір сіздерге карточкамен төлеуді көрсетемін. Логин пароліңізбен кіріп, кабинетіңізге төменгі жақтан рефералкаңызды алып, керекті адамға жібересіз. Ол адам осылай ашқан кезде, ол жерге атын, фамилиясын, почтасын жазады да, бірінші резерв my position дегенді басады. Содан кейін сағаттың суретінің астындағы лог дегенді басады. Сосын ары жалғастырамыз. Уже анкета ашылған анкета, мына жерге телефонын жазады, кейін логин жазады мына жерге, өзі ойдан құрастырып. Сосын пароль жазады мына жерге. Сосын парольді қайталайды. Сосын мына жаққа өтеді, мына жерден Қазақстан дегенді тауып алады. Сосын аты, үйдің адресі. Бір жолға сыймаса, екінші жолға жалғастырып жазады, ұзақ болатын болса. Алматы қаласы, немесе Алматы облысы, иә. Сосын мына жерде уже кредитный картаның данныйлары, виза карта. Мына жерге атын жазып қойып, мына жерге карта, мына жерге картаның аты, кімнің атында, соны жазады. Сосын қай жерге дейін жарамды, артындағы кодын, соның бәрін жазады. Сосын мына жерге копи дегенді баса салса болды. Continue дегенді басамыз. Продолжить деген сөз. Сол кезде мен енді мына картаны екінші енгізіп отқаннан кейін мынандай қате шығып тұр. Негізі енгізіп болғаннан кейін мынаның бәрі данныйларды көріп шық дейді, дұрыс па, дұрыс емес па. Сосын соңында екі жерден келісемін деп птичка қоясыз. Сосын арғай завершить мою регистрацию деген басасыз. Сол кезде картадан ақшаны снимать етіп алады компания.